Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде подкастымыздың кезекті қонағы Дарын Нұрсапаров. Өзіңізге қол шапалақтап Рахмет. Қол соқпайық. Рахмет, осылай подкастқа келіскеніңізге. Көп рахмет. Ал енді біз бұл подкаст үлкен арнаулында енді өзін қарқынын алып жатыр. Жалпы адамдарға өзіміздің Бірінші рет па мынау? екінші рет жатырмыз. Біріншісі мәдениет жайлы, жалпы сол тақырыпты қозғағанбыз. Екіншісі бізде тақырып, сіз өзіңізге қапсыз бүгін басшыларымға наурыз квизбен, неше түрлі аудандарды аралап, барлығында болып, содан өзімізге осы бір әдемі сәтті пайдаланып, сізбен бір сұхбат жүргізіп жүрсек деген кішігірім ойдамыз. Жалпы өзіңіз туралы айтып жүрсеңіз, қай жақты кісі, сіз өзіңіз айтып жүрсеңіз, біз тура башынамдікімін деп. Сол жайлы. Енді былай туған жердегі келсек, негізі өзім туған жерім нақты дүниеге келген. Қарасақ, физикалық, географиялық дейсің тұрғыдан негізі осы неде туғанмын, осы жердің ауруханасында деген сияқты жаңағы. Перзентханасында дейміз бе? Осы жерде. Ал негізі туған жерім кіндік қанын кескен жерінде үшін еді. Мәймер ауылынанмын негізі. Сол жерде 2-ші классқа дейін сол жерде оқығам. Одан кейін туған жерім, өскен жерім Ұлан, көшкен жерім Өскемен деген сияқты. Сол. Барлық жерде жүріп шықты. Бір жүргенде шығыс қой, сол шығыстың көршілес аудандар. Өте керемет. Біз енді сізді қазақ квизінің, біздің Өскемен интеллектуалды ойынның ойлаушысы, бастаушысы деп білеміз өзіміз. Сіздердің талай квиздеріңізге қатысып, жүлделі орындарды алып көрдік. Жалпы квиз деген не ол? Квиз деген, енді ол, мысалы, білмейтін адамға квиз деген таңсық нәрсе, өте таңсық нәрсе. Мысалы, ең алғашқы квиз деген нәрсені жалпы 2019 жылы бастадық. Қазақша квизді. Одан соның жаңа жылына таяу. Сосын 20-шы жылдың қысында мен осыны миымда жүрген нәрсені осыны жасап көрейінші деген ең бірінші маңайымдағы адамдарға айтып көрдім. Квиз деген не деген сұрақ, ол сол кезден бір қойылып кеткен сұрақтар, мысалы. Немен екен белгісіз де, ол квиз деген, мысалы, ағылшындар квиз дейді оны, орыстар квиз дейді, квест дейді, неше түрлі аты бар да. Жалпы квиз деген сөз, ол былай қарасаң, жұмбақ деген сөз да, былай қарасаң. Викторина ғой, ол квиз деген жаңағы ойын, интеллектуалды ойын. Мысалы, бізге ар жағынан айтайық, 70-ші жылдар неден шығыпты? Англияда. Мысалы, енді ағылшындарда андай не халық қой, кәсіпкер халық қой. Олар мысалы барларда адамды көп жинау үшін барларда жаңағы сондай ойын ұйымдастыра бастаған. Мысалы келеді адамдар сұрақ қояды, олар шешеді. Сосын қызығушылығы адамдар жиналады, енді олар жаңағы маркетинг қой. Сода маркетингтен осындай не пайда болған, ойын пайда болған. Одан кейін ол ақырындап мына неге қарай келе бастаған, бертін СНГ-ға, ТМД елдеріне. Әсіресе Россия, Беларусьтер, солар көп, олар франшизалары көп та осы ойынның. Біздің мысалы негізінде мына ТМД халқының елдері, мысалы біз мектепте географияда, физиканы бәрін оқыған ғой, мысалы. Біледі көп та білім. Бірақ олардың қайда жұмсарын білмейді ол білімін, мысалы. Синус косинусқа оқы, географияның бәленбайы, жаңағы философия, университетте қайдағының бәрін оқыдық қой, мысалы. Дүниежінің тарихы, ананың тарихы. Енді ол, мысалы, ешкім қолданбайсың, оны шыққан жерге білімді. Миыңда жатыр, бәрі. Бүкіл халық бізде былай айтқанда білім көп та. Бірақ оны бір жерге бір жұмсағысы келеді. Ол бір энергия да іштегі. Бірақ оны адам сыртқа шығарғысы келеді. Ал оны осындай ойындарда адам өзінің соны шығарып, соны шешіп, соны сұрақтан ләззат алады. Мысалы, ойынның қызығы сонда. Бұл жерде көп ойлайды, квиз деген бір отырып алып адамдарды тергейді, емтихан алады, емтихан деген ондай емес. Квиз деген ойнап көріпсің ғой. Квиз деген былайша айтқанда шоу ғой, әшейін былай. Шоу болғанда той сияқты нәрсе, бірақ енді квиз қазақ қоғамына тез кіріп жатыр да қазір. Өйткені ол қазақ жылғы жиналады тойға, анда-мында. Бірақ тойдың өзін анандай ойынмен жаңағы әрлеп, демейміз бе, қалай кішкене әспеттеп, сонда демалыс, сол ләззаты сода да квиздің. Енді былай қарасаң, ол интеллектуалды ойын, білім. Бір ойыннан адам көп нәрсе біліп қайтады. Және біз ол жерде андай энциклопедиялық, бір академиялық сұрақтар қоймаймыз ғой. Өзің байқағандай, анау қай жылы туды, мынау қай жылы нетті деген сияқты. Мысалы үшін сұрақ таза логикалы болады да.
любой нәрсе сұрақ қоюға болады. Мысалы свет осылай түсіп тұрды, свет өшіп қалған кезде кімнің түріне қарайып кетті деген сияқты, мысалы үшін. Өйткені жарықтың осынша несі. Адам оны кез келген, мысалы біз бүйтіп сұрақты қоямыз, егер сұрақты 15 команда ойнап отырып, 15 команданың біреуі де жаңа сұрақты шеше алмаса, біз оны сұрақ деп қабылдамаймыз. Өйткені ол сұрақ емес, ол жаман сұрақ. Қандай қызық болса да, ол қандай сұрақ оңай болса, оны 15 команда бірдей шеше алмаса, онда ол сұрақ емес ол. Өйткені адам оны шеше алу керек. Сол сияқты. Енді ойнап көрмеген адамдар ол қарап отырады Инстаграмнан. Қалай болып жатыр, не бәрі жерде Тарбағатайда көз өтіп жатыр, Зайсанда көз өтіп жатыр, Самарда өтіп жатыр, уды ашу, ана жерде уды ашу, қарайды. Не бұл концерт па, не сонда? Ұқпайды, бәрі жаза бастайды астына. Бұл не сонда? Енді оның бәрін түсіндіріп әуре да бір жағынан. Оны ойнап көру керек. Бұл керемет мүмкіндік болып тұрған сияқты, негізі жалпы халыққа көз деген не екенін толық ашу үшін. Оны адам просто ойнап көру керек те жаңағы. Мысалы біз міне ойнаймыз ғой, аудандарға бар ойнағанда артымыздан еріп ойнап жүретін командалар бар. Олар біз өскеменде өткізгенде бізге жаңадан команда келіп қосылса, біз айтамыз, бұлар біздің интеллектуальный инемізге отырып жатыр деп айтамыз да, әзілдеп өз арамызда. Өйткені ойынның қызығы сонда, ол ойнаған адам ойнағысы келіп тұрады. Енді ол жаман нәрсе емес, ол білімнің орта пайда болады, қазақ тілді орта. Біз оның слоганы күш қазақ тілінде деп айтамыз мысалы. Расында да солай, өйткені біз жаңа қазақ тілін тек қана қазақ тілінде өткіземіз. Тек қана қазақ тілін насихаттаймыз, сол тілде жинайтын жаңағы енді тусовка дейміз ғой, енді жаңағы осындай комьюнити немесе соны қазақша сәнге айналдырамыз мысалы. Сол жерге жиналады адамдар, бірмен бір пікір алмасады, танысады. Өскеменде апта сайын өткіземіз, өте көп ойнайды, 40 команда, 30 команда ойнайды, көп адам ойнайды. Оның бәрі қарым-қатынас. Енді 2020 жылы ең алғаш жаңағы квиз деген сөздің өзін ешкім білмейтін Өскеменде. Мен ол кезде менің бас редакторым жұмыс істеймін, қазіргі Алтай Ньюс сайтының. Сол кезде ең бірінші қасымдағы әріптестерім айттым, жігіттер, осындай нәрсе бар, квиз деген жаңағындай тренд айналады. Ресейде, Беларусьте тренд болып жатыр, басқа елдерде, Ташкент, Өзбекстанда да қатты ойнайды оны. Осының қазақшасын жасайық деген кезде оны ешкім түсінген жоқ та басында. Не нәрсе екенін ешкім жаңағы сияқты тіпті қабылдаған жоқ. Одан кейін қасымда Берік деген класстасым бар, соған айттым, кәсіпкер жігіт, Беке, давай мынандай нәрсе істейік деп. Ол да түсінген жоқ немен екен. Бір айтты көмектесемін деді. Енді оған ақша керек қой бастау үшін. Сосын жаңа жыл күні екеуміз отырып осылай деп жаңағы мен айттым, немене керек деді. Осындай қағаздар керек, осындай нелер керек, жаңағы реквизиттер керек қой енді. Ол да түсініп тұрған жоқ не екен. Мен айттым, давай екеуміз ойынға барып көрейік, орыстардың ойыны. Олар да ашылғандарына жарты жыл болып жатыр оларда. Олар жаңа бастап жатыр. Олар Ресейден келетін франшизаны Quiz Please деген. Соны сатып алып, сұрақ құра алмайды олар бірақ. Жақтан жібереді. Ол бір қарасаң орысша квиз, ол таза Россияның идеологиясы олар. Таза Мәскеуден келеді, не сұрақты өзгерте алмайды мысалы. Олардың ойына кірсең таза жаңағы орыстың әншілері, тарихы, бірақ соны ойнатып жатыр олар. Енді бұл қарасаң тоже идеологиялық жағынан ол да ұтылыс та, ол қарасаң. Ал бізге ұмтылыс керек та қазақ тіліне. Сондықтан ең бірінші барып Берік екеміз андай барлау деген команда құрдық. Атын барлау деп қойдық. Түсінбейді барлау деген. Бірінші барып ойынды барлап қайтайық, не туралы екен, қалай ойнайды екен бұлар деген сияқты. Сосын екеуміз барлау деген команданы барып құрып, барып ойнадық 2 адам. Сосын барып енді 2 адам. Енді біз ойнайық деп отырған жоқпыз. Көрейік деп отырмыз ғой, қалай несі қалай екен, қаңқасы, ойынның жалпы қалай екен, қалай жүргізеді екен. Біз оны қалай одан сайын асырып түрлендіре аламыз деген сияқты. Сосын барып ойнап, содан көрдік те айттық, мынаны істеуге болатын нәрсе екен. Бірақ бұлардан асырып істейік біз. Бұлар осылай болса, біз оны былай істейік, былай істейік. Сосын концепциясын бәрін жасадық. Одан кейін не іздедік, өткізетін орын. Оның бәрін таптық. Сосын 20-шы жылдың 24-ші ма январында неге жаздым Фейсбукқа. Айттым, осындай нәрсе, осындай ойын бастап жатырмын, интеллектуалдық, зияткерлік ойын, қазақ тілінде өтетін, біздің Өскемен квиз деп аталады. Келіңдер, ойнап көріңдер деп. Енді білмесеңдер үйретеміз, немене тұрады. Кеп көріңдер, шалмен ойнайық деп. Сосын Фейсбуктағы бүкіл Өскеменде отырғандардың почти бәрі келді. 10 шақты команда жиналды, немене нәрсе бұл. Бірінші ойынға. Сосын біз бірінші ойында енді
өткіздік, дүркіретіп өткіздік, той ұқсатып өткіздік. Енді мен бұрын, енді бұл көрдіңіз бе, бұл жаңағы менің басымдылықтарым, мен енді мамандығым филолог қой, мен енді сұрақ қойғанда жаңағы оны қалай тез ұғынықты жеткізу, артық жаңағы формулировка дейді ғой, сөздің жеткізу, сұрақты жеткізу формулировкасы бәрін білемін. Жаңағы көп жыл бұрын не қойғам, асабалық Қамада. Иә, асабалық тәжірибем бар. О да маған оң жан басыма келіп тұр да, жаңағы өйткені халықтың қалай несін білемін да, жаңағы басқару, қалай шоуды қалай жасау, динамиканы қалай ұстап тұру, жаңағы ненің ортасында, ойын барысында. Содан кейін бірінші ойынымыз өте күшті болып өтті. Бәрі риза болып, мынандай ойын не деген күшті. Сосын айтты, апта сайын жинайықшы мына ойынға деп. Бәрі сол жерде. Енді оны біз шамамыз жетпейді, оның бәрін ұйымдастыру. Бірінші ойынның сұрағын құрастыру өте ауыр. Сұрақ құрастыру өте ауыр бұл жерде. Квиздің жаңа тағы айтасыңдар, квиз деген немене деп. Квиз деген қызық сұрақтар. Қызық сұрақтар. Тек қана қызық сұрақтар. Адам сұрақты ойлануының өзі қызық болу керек. Сұрақтың жаңа құрамы, құрылымы, кілт сөздер өзі қызық болу керек. Тапқанның жауабын ол өте қызық. Ал таба алмай қалған тіпті қызық болу керек. Оңай нәрсе екен ғой деп. Мына тұндай нәрсе екен ғой, мен қалай мынаны білмей қалдық. Енді екінші сұрақты көрейікші деген, анау деген жетелейтін азарты сол да, балық аулаған сияқты ғой. Мына суырып аласың, бір бачок алдың деген команда. Сосын біз оған қостық, медиа қостық, неше түрлі ананы қостық, мынаны қостық. Салат жасап, оның формасын, қазақ дүниетанымындағы формасын жасадық. Жаңағы ненің, квиздің. Ол жаңағы орыс франшизасы, олар шетел Европа франшизасынан алып жасап отыр. Біз олардан көргенімізді біз өз ұлттық колориттерін қосып, жаңағы дүниетаным қазаққа немене келеді, не өтеді. Сосын сол квизіміз басталды сөйтіп 20-шы жылы. 20-да басталды. Содан тіпті адамдар көбейе бастады. Біз бастап кішкентай андай неде папты өткізіп жүргенбіз. Енді бұл жерде айтамын ғой, бұл ойында жаңағындай ешқандай шектеу жоқ. Ол жерде енді байқасаң папта отырып, жаңағы ішіп отырып ойнай беретін ойында, бұл енді ешқандай не жоқ, шектеу жоқ бұл жерде. Анау мынау дейтін емес. Одан папқа оларға да жақсы адам келеді, жаңағы нелерін алады, анау бізге де жақсы деген сияқты. Содан ана кітей паптарға біз 13 команда сыймай бастадық. Содан үлкендеу жер керек болды. Хан мен аты Әлхан бе, күшті да бар ғой. Әлхан. Әлхан деген жерге көштік, солармен келісіп. Содан Әлханда ойнап, содан ол жерде бірақ не көп екен. Өздерінің келетін адамдары көп, кейде біз сыймай қаламыз. Сосын Сереброға көштік. Серебро деген көп бір жылдай не болып қалды емес па? Пандемия. Шыға алмай қалды емес па? Сол пандемиядан біраз тоқтады. Одан Сереброға көштік. Одан тойханаларға ауыса бастадық сосын. Уже адам көп. Адам көп. Адамдар қызығушылық артып барады барған сайын. Ана сыймаймыз, 25 команда деген жай болып қалды. Одан кейін сөйтіп тойханаларға келіп дүркіретіп ойнап отқызған, енді адамдар енді қызыға бастады, ойнай бастады. Бұл не өзі квиз деген. Сонымен квиз деген не деген сұрағын айтып әлі жауап беріп отырмын ғой мен. Сол осының барлығы тиісті. Одан біз аудандарға барып айта бастадық. Давайте аудандарды өткізейік. Қазір сол моменттеміз ғой. Аудандарды енді бәрі білет, білмейтін аудандарымыз Марқакөлге барып өткіздік осы жолы бірінші рет. Марқакөлдің халқы деген кәдімгідей мынандай ойын деген біз білмеппіз. Біз жиналысқа шақырып жатыр екен деп ойладық. Баяғы сөйтіп ойлайды көбінесе аудандарда. Енді басында бәрібір нетеді ғой, добровольно, принудительно деуші ме еді. Жаңағы басында сөйтіп шақырады ғой, енді бәрібір белге басады. Келеді кісілер, тезірек кетсек екен, немене дейді, қазір бір жиналыс болады. Баяғы ананы айтады, мынаны айтады деп ойлап отырады кісілер. Содан бір кезде жаңағы ойбай қашан қайтамыз деген кісіні қарап olsаң ол деген бетіп ана жерде далақтап стол айналып жүгіріп жүреді, ойға деп басын ұстап азартқа кіріп кетеді. Одан анау кетерде қол соғып ойбай келесі квиз қашан болады, қалаға келіп ойнап жаңағы артымыздан еріп жүріп ойнайтын ғасыр деген командалар бар Зайсанда. Каждый аудан артымыздан ереді. Сол сияқты енді бұл қарап отырсаң ауылдарда жақсы досуық қой былай қарасаң. Уақыт өткізу, демалу, кешке мысалы бас қосу, киноға бару деген сияқты нелер жоқ мысалы аудандарда. Сондықтан ол интеллектуалдық жастар ең бастысы ол жерде іріктеледі, жаңағы не ғой. Қалбыр ғой бұл. Оның ішінде мықтылар анықталады, олардың логикалары. Енді логикасы бар адам бұл жерде жеңімпаз болады ғой. Білері бар адам, білімді адам, жақсы ойлана алатын адам бұл жерде мықты. Енді қарап отырсаң зиялы қауым деп енді андай бір пафосын айтпай ақ қояйын. Зияткер топ
пайда болады да жаңағы әр жерде өзінің сондай жаңағы айтады ғой жылқының аттың төбеліндей деген сияқты сондай топтар пайда болып жатыр күшті мықты командалар бірімен бірі жаңағы нете алатын үзеңгі қастырып құйысқан істесіп жарыса алатын мықты әр аудандарда командалар бар мысалы сендердің аудандарыңның өзінде ана лицей жаңа район деген өте мықты командалар Тасталқан деген фаворит бар мысалы неше жылдан бері кеткен Өскеменде жаңағы Парк Сити апыр топыр дейді жаңағы бұқа жырау деген команда мықтылар бар естілер дейді сондайлар олар өздерінің субмәдениеттері пайда бола бастады олардың араларында өздерінің жаңағы нелерін ашып жатыр олар инстаграм парақшаларын бірімен бірі слогандар бірімен бірі киімдері бар жаңағы бірінің осал жерлерін бірінің басым жерлерін біледі сондай қарап отырсаң бір ағым демей ақ қой енді бір общество общество демейсіз ол неме деп айтуға болады сообщество дей ма жаңағы сондай сондай нәрселер енді квиз деген сол енді қысқаша өте керемет квиздің сұрақтарын дайындау қиын емес пе енді сұрақтарын дайындау қиын сұрақтардың қиындау болғанда қызығы да қиынды да айтып отырмын ғой осы сұрақ мысалы біз сұрақ дайындайтын өзіміздің жаңағы командамыз бар 3-4 адам олармен біз сұрақты дайындаған кезде біз сұраққа өте кірпияз қараймыз да әшейін бір бүйтейік мына сұрақты қоя салайықшы дегенге оны неміз жібермейді мысалы қанша шаршап жүрсек та барынша мынау ана өйткені сендер ойнап отырып квизде ләззат аласыңдар жаңағы сұрақтан біз оны сендерге қойып тұрып сендерге содан анандай энергия алып қуаттанып тұрасың да сондықтан сұраққа біз барынша бірімізді квиз кухня деген өзіміздің неміз бар жаңағы чатымыз соның ішінде бірімізден біріміз ойнап аламыз әлгінде сұрақтарымызды біз жетпейтін жерін айтамыз қиын жері болса жеңілдетіп кішкене кілт сөздер қосып ауыр болса алып тастаймыз сондай барынша сұраққа сондай сұрақ бұл ненің главный несі басты жаңағы цементі дейміз ба тамақтың тұзы сияқты тамақтың тұзы цементі ғой в общем құрылыстың құраған кезде соның ең басты ингредиенті осы сұрақтар сол бүкіл квизді квиз қылып тұрған осы сұрақтар әйтпесе ол сұрақтарды неше түрлі қоя беруге болады ана жерде таудың биіктігі неше метр бұқтырманың ұзындығы қанша деген ол сұрақ емес ол кәдімгідей ол академиялық сұрақтар да оны не білуің керек не бұл жерде сен білмейтін адамның өзі шешіп кету мүмкіндігі бар ешқандай білімді болып қажет білімді ол жерде болса мысалы айтамыз ғой білім қажет әрине бірақ логика емес сен ол мысалы сұрақ қойсам мысалы бұқтырма су қоймасының ұзындығы қанша метр деп қойсам неше километр деп те қойсам да сен отырасың оны білуің керек нақты ал оны сен оны білмей ақ оны шеше алатын қою керек сұрақты мысалы бұқтырма ауданында неге ертісті мысалы сұрақты ертісті неге бұқтырма деп ат қойған деп мысалы демек бұрын ол жерде бірдеңе болған бұқтырма деп сол үшін қойылған енді сұрақ не болған ол жерде деген сияқты мысалы саған қойып отырмын екеуміз квиз ойнайық неге бұқтырма деп аталады өйткені ертіс қайда бұқтырма өзені қайда демек бұл өзеннің аты емес демек сол жерде бұрын бірдеңе болған бұқтырма деген не болуы мүмкін 50-ші жылдары салынды ғой 50-60 жыл мүмкін бұл жерде андай қойманы бүйтіп қоршап қояды емес пе сол сияқты көрме бұл жерде бұрын бұқтырма деген аудан болған бұқтырма ауданы деген ауданның орталығы не болған Серебрянка қазіргі гез тұрған жер сол кезде аудан болғаннан кейін сол бұқтырма ауданын салып жатыр ғой енді мысалы бұрын Байшынарымда салса қазір Байшынарым гез болып аталып кейін Байшынарымды нетіп тастаса жаңағы аудан несін сол жоқ болып кетсе одан оны алғанда Алтайға қосып тастаған жаңағы мына жағын Ұлан ауданына қалған ортасы жіңішке ертіс болып тұрды ғой ол кезде одан анау үлкейгеннен кейін екі жақ біріне бір бара алмаған соң бұқтырма ауданын алып тастаған біреу жартысын Алтайға жартысын Ұланға қосып тастағанда ал бірақ оны ұмытып қалған адамдар жаңағы бұқтырмадан кейін аудан болған бірақ геста ауданның атауы қалып қалған көрдіңіз бе сол үшін бұқтырма дейді сол үшін сондай сұрақтарды қызық сол мысалы енді ол жаңағы мен сұрақ осылай деп нақты деп тұрған жоқпын суырып салып айтып отырған мысал үшін деп айтып отырмын тағы бір көп өздеріңіз айтып жүрсіздер біз адалдықтың несі деп көп көрермендерге сол нәрсені де түсіндіріп кетсеңіз ол мысалы үшін адамдар ойлайды енді бізде қоғамда бәрі сенімнен айырылған ғой енді көп нелер көп халық былай сенбейді ойлайды бәрі біледі
анау да біледі сұрақтың бәрін жауабын деген сияқты. Анау жанында жүр. Анау жанында жүр. Енді ол біз қалай нетсек те біз айтып отырмыз жаңағы сұрақтарымызға өзіміз кірпияз болғандықтан бұл біздің ойынымыз, жаңағы дүниеге әкелген өзіміздің бүйтіп баламыз деген сияқты детище деп айтады ғой. Сондай нәрсе болғаннан оның бір қылдай бір не түссе оған жаңағы Жаман сөз арамыз. жаман сөз немесе бір сондай бір ойбай әділетсіз екен деген сол жаман ол жүрегімізге тиеді де ондай нәрсе. Сондықтан ол барынша ол не конфиденциал бұл сұрақта бізде жасайтын 3 адам біздің үшеуміз бір-бірімізге сенеміз, білеміз оны. Жаңағы ешқайда шықпайтынын оны өйткені бір-бірімізге сенеміз. Мысалы үшін енді мен туған жаңағы әйелім үйдегі жеңгең соның кейде бір келіп ойнайды неге ойындарға енді ол да мысалы басы қатып отырады қасындағылары сен Күйеуің емес па деген сияқты мен екінші оларда ондай жоқ деп даже не деді. Енді біз ол жағынан 100% не етеміз андай қалай айтсам әділ болады. 100% әділ оны ол жағынан енді адамдар бәр жерде барамыз аудандарда айта береді анау акиматтың командасы алып кетіпті ана жер. Одан мынандай тағы байқаған бір нәрсе байқадым мен. Жалпы бәр жерде бір акиматтың командасы болады. Мысалы олар не екінші орын, не үшінші орын алып атады, кейде бірінші орынды алады да. Бірақ олар алса халық таң қалады. Мысалы айтады, бұлар қалай бұлар бірінші орын қалай алады бұлар? Неге екінші орын қалай, үшінші орын олар қалай алады? Сөйтіп ойлайды екен мысалы халық. Өйткені мен айтамын, қалайсыз, неге алмайды олар, неге алмау керек? Жоқ, олар акимат емес, олар қалай алады дейді да, мысалы. Олар үшінші орын қалай алады? Сосын мен айтамын, енді қалай енді ойнады алды, жеңді өздері. Жоқ, ойлайды, олар мүмкін емес акимат. Өйткені көрдің бе, халық сондай енді соның несі енді жөнделіп келеді. Енді акиматтағы адам ол мемлекеттік қызметкер, ол қанша мысалы білім алып, қанша тәжірибеден өтіп, жаңағы ыстық суықтың бәрін көріп сол жерде сол қызметке тағайындалған адам былай қарасаң ол. Бірақ сондай бір стереотип бар да адамдарда. Сондай нәрселер бар. Сен де беріп қойдыңдар оларға акиматқа деген жауабын дейді. Бірақ кез келген ауданда акимат бар. Міндетті түрде бір орын алады. Сондай нәрселер халықтың ойлау несі оны біз үйреніп алдық ондай нәрсеге. Иә деп қойып жүре береміз. Жақсы өте керемет. Кейбіреулер мен айттым оны саясиландырып, ойбай бір ұлттық идеология деңгейінде айтқысы келеді да кейбіреулер мысалы неде сөз берсең. Ондай ештеңе жоқ. Енді біз мынандай нәрселерді мынандай көрсетіп сондай үйренгенбіз ғой. Мүмкін көз мынандай нәрсе шығар. Мен бірақ оны мынандай көрсетіп ойната бергім келеді да. Өйткені ол жай қарапайым ойын деп қана қабылдаса халық. Оған әшейін ойбай аттандап жаңағы дүркіреп, жаңағы кеуде қағап, мынау деген біздің ұлттық құндылықтарымыз, мына тілімізді сөйтіп жатқан деген емес, жай ғана ойын келіп ойнап адамдар көңілін көтеріп сол қарапайым ойын келіп кез келген нәрседе қарапайымдылық адамдарға ұнайды. Мысалы қарапайым ойынға адамдар келіп демалып жаңағы нетіп кетсін дегеніміз ғой сондай. Біз бұны бір саясиландырып ойбай анау мынау күркіретіп жаңағы сияқты деп сондай ештеңе жоқ. Ол наурызда өтеді, міне 20-сында наурызда келеді, адамдар ойнайды, қайтады, сыйлықтарын алады деген сияқты. Және сөзіңізге қоса кетейін. Осы жолда өзіңіз айтып қалдыңыз, интеллектуалды казино емес бұл деп. Бұл жерде мен барынша ақша тікпеуге үндеймін бұл ойынға. Мысалы кейбір жерлерде спонсорлар болады, кейбір үлкен финалдар болады, әкімдіктер ұйымдастырады. Олар енді ақша тігеді. Мысалы енді көп емес, бірінші орынға 300 мың, 200 мың деген сияқты. Енді ол жақсы. Ұйымдастырып отырғаннан кейін дұрыс жүлдесі болсын деп. Енді ол тіксін жарайды халық. Бірақ мен өзім былай іштей былай жалпы кішкене сәл қарсылауымын оған. Өйткені бұл ойынға артынан дауы бар, ақша болғаннан жерде дау болады ғой. Мысалы үшін. Сондықтан жай ғана символикалық сыйлықтар ғана ойнайтын ойын ғой. Бұл жерде адам ақша тіксе, ойбай, ана беріп қойыпты, мынаны алып қойыпты. Сөз ғой, сөз көп. Барынша бұл интеллектуалды казино емес, жаңа сияқты ставка емес. Бір шампанскийге ойнайды Өскеменде мысалы. Сыйлығымыз, сол. Өте керемет, көп рахмет. Алда бұйырса бізде үлкен Нарында осындай квиздің артын жалғастырып ауданымызда ауылдарға барып ойнатайық деп жатырмыз. Соны енді сізге көп рахмет.
осындай сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Рахмет Ернар. Сәттілік сенде. Мысалы аудандардың өздерінде де сендер ойнатуға болады да осы нәрсені. Бірақ бұны сондай бір не қылып, жаңағы сияқты ойбай бір мақсатты, бір жаңағы пафосты демейсіз. Жай ғана ойын бар. Команданың өзі қарапайым болу керек. Бәрі қарапайым. Сондай дүркіретіп аттандамай, жай ғана ойнату керек бұл ойынды. Бұның негізгі мақсаты сондай үлкен сыйлық емес, жаңағы үлкен реклама емес, жай ойнан келіп ойнап сондай. Біздің мақсатымыз сол. Күш қазақ тілінде ең бастысы. Рахмет. Рахмет.